Елордада дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары марапатталды. Үздік деп танылғандар ғылым, театр және кино, журналистика, спорт, эстрада сынды 10 аталым бойынша марапатқа ие болды. Олардың ішінде спортшы Элизабет Тұрсынбаева, актер Аян Өтепберген, композитор Данара Мұсахан бар. Жалпы жүлденің өзі жыл сайын талантты азаматтардың қоғамдық шығармашылық ғылыми жұмыстарын ынталандыру мақсатында табысталады. Байқаудың шарттары бойынша үміткерлердің жасы 29-ға дейін болуға Мемлекеттік сыйлық 1992 жылдан бері табысталып келеді. Осы уақытқа дейін жүздеген дарынды жас осындай биік баға мен құрметтің иесі атанып, дарын төсбелгісін тақты. Бүгінгі дейінгі азды көпті еңбегіме, жалпы қажыр қайратыма, дарыныма берілген үлкен баға деп есептеймін. Бұл ендігі мақсат осы биіктен қалмау, осы әрі қарай биік белестерді бағындыру және де осы үлкен атаққа, дарын сыйлығына лайық болу.